Арыс қаласында коронавирусқа қарсы Pfizer вакцинасын қабылдаушылар саны күн санап артып келеді. ақш-та жасалған аталған екпе 12-ден 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге, жүкті әйелдер мен лактация кезеңіндегі әйелдерге ерікті түрде салынады. Алғашқылардың бірі болып вакцина салуды бастаған Арыс аудандық ауруханасының бас дәрігері Айдынбек Наркабулов Шымкент қаласында білім алып жатқан ұлын демалыс уақытында ауруханаға арнайы алып келіпті. Өз ұлымды Шымкент қаласының тұрғыны, Шымкент қаласындағы нөмір 1-ші Пушкин атындағы мектептің 10-шы сынып оқушысы Аманбек Сержан Айдынбекұлыны демалыс күнге байланысты оқудан бос кезінде Арыс қаласының орталық емханасына алып келдім. Алып келу мақсатым осы бүкіл республикада болып жатқан Pfizer вакцинасын салдыру науқаны бойынша халықтың арасында көптеген кері түсініспеушілік әңгімелер көп болып жатыр. Бұның зиян екенін, не болмаса балдарға салу дұрыс емес екенін, сондай әңгімелер көп болуына байланысты өз ұлымды келіп салдырдым. Профилактикалық екпе азаматтардың өз келісімімен ғана жүргізіледі. Жасөспірімдерді вакцинациялау тек ата-анасының немесе заңды өкілінің келісімімен ғана егіледі. Мақсат коронавирус инфекциясынан сақтану, алдын алу. Осы орайда алғашқы болып вакцина алуға келгендер қатарында Арыс аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Нұрбол Құлмұратовта. Жасөспірім ұлын екпе салдыруға ерте келген. Бүгін мен өз баламды Pfizer вакцинасын салуға келіп отырмын. Арыс қаласының тұрғындары қазір осы Арыс қаласының ата-аналары кездесулер өткізген кезде көптеген қарсылықтар білдіріп жатыр. Дегенмен қорықпаңыздар, вакцинаны тек дәрігердің баланы тексеруден кейін вакцина салуға рұқсат бергеннен кейін ғана салынатындығын естеріңізге саламын. Бұл коронавирус індетінің алдын алудың бірден-бір жолы вакцинация жасау. Сондықтан балаларыңызға вакцина салдырыңыздар. Дәрігерлер жасөспірімдерді медициналық тексеруден өткізіп, қарсы көрсетілімдері болмаған жағдайда ғана екпе салады. Ал мекемелерде профилактикалық жұмыстар жүргізуге қолайлы жағдай жасалған. Сондай-ақ екпе егетін медицина мамандары арнайы оқытудан өткен. Қалада алғашқылардың қатарында Садықбек Адамбеков пен Әліби Жангелдин мектебінің 5 оқушысы және Арыс қаласының 1 тұрғыны Pfizer вакцинасын салдырды. Айта кетейік, бұған дейін Арыс қаласына Pfizer вакцинасының 180 данадан тұратын алғашқы партиясы жеткізілген болатын. Вакцинациялауға болмайтын сырқаттары бар жасөспірімдер мен жүкті әйелдерге екпе егілмейді. Екпе бірінші дозадан кейін 21-28 күн аралықпен екінші рет жүргізіледі. Олоса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.